Менің есімім Арман Хайруллин. Құқықтары мен бостандықтары Қазақстан Республикасының ата заңымен қорғалған азаматымын. Желдегі талдаусыз мақалалар мен парламенттегі бейнені көріп, орынды жауап беруді жөн санадым. Біздің депутаттар елде болған елеулі оқиғаны ертеңгілігіне білмейді екен. Сол ақ сәтте мыңдаған адам алаңдағы видеоны интернетке салды. Сонда олар тас қараңғы саңырау болған ма? Ал білген болса, білмедік деп өтірік айтып отыр. Сонда біз алдамшы адамдарға тағдырымызды, заңдарымызды тапсырып отырмыз ба? Бекболат аға, олай демеңіз. Қайдағы біреу ойлап тапқан ішкі сыртқы күштер, халыққа жер дегенде арандатушылар мен диверсанттар қажет емес. Мен сол алаңда болдым және оны мақтаныш етемін. Кейбір ағаларымыз 86-ның желтоқсанында болдық деп кеудені кеңге салады. Себебі қазір сол жазалаушы режим жойылған. Біз де сол жастар секілдіміз, бірақ тым жас, түсінігі жоқ демеңіз. Жасым 32-де, білімсіз демеңіз. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің тарихшы географ мамандығы бойынша қызыл дипломмен аяқтадым. Еріншек десеңіз, 10 жылдан бері адал еңбек етіп келемін, кәсіпкермін. Бай десеңіз, бір үй мен көлігім ғана бар, артығым жоқ. Жер кезегінде 11 жылдан бері тұрып келемін. Діндар десеңіз, кәлиманы айтып жүремін, ішімде Аллам бар, фанатшыл емеспін. Маскүнем десеңіз, ішімдікті ұнатпаймын, ақыл есім түзу. Отбасылымын, 3 балам бар. Оларды ел сүйгіштікке тәрбиелеп келемін. Қазақ емес десеңіз, 12 ата байұлы, Беріш руынанмын. Кезінде өз атам Мырзағалиев Қайролла артиллерия командирі болып, талай фашистің көзін құртқан. Менің кім екенімді бәрі біледі, достарым дәлелдейді. Ешқандай саяси топпен, не ағымен байланысым жоқ. Мүлдем. Өз еркім, жүрек қалауым, салқын санам жетелейді. Сонда мені арандатушы демексіздер ме? Сол алаңда мен сияқты мыңдаған қыз жігіттер болды. Демек, олар да жау емес, еліміздің сөз еркіндігі бар азаматтары. Қадірлі парламент, бұл заң легитимді емес. Себебі халық бұған түпкілікті қарсы. Жерді жалдысақ, бесенеден белгілі көрші Қытай бірінші жетеді. Ресейдің шығысында жерлерін бүлдіріп, өніммен халықтың денсаулығын улап жатыр. Құрметті Бақтықожа Ізмұхамбетов, сіз талай жылдар өңірімізді басқардыңыз, ел сізді сыйлайды. Сөзімізді жеткізіңізші. Айналайын Бақтыгүл Хаменова, Атыраудың ерке қызы, Тамирис, Хиуас, Әлеймен Мәншүктің батыр сіңілісі. Талай жыл жергілікті телеарнада қоян-қолтық бірге қызмет атқардық. Халықтың мұңын соқтыңыз, байды күндедіңіз, одан келе ұрпақ тәрбиеледіңіз. Өскелең олар үшін жанымды берем дедіңіз. Бауыржан Батырдың арыңды нанға сатпа деген ұраныңыз бар. Барлық депутаттарға айтарым сол. Мен халықты көтеріліске шақырмаймын. Тәртіпсіздіктен аулақ. Енді қазақтың қаны төгілмесін. Менің сөздерім сараланған, заңға қайшы келмейді. Атырау облысының әкіміне, ішкі істер органдарына халықпен бірге болған үшін шексіз алғыстымын. Алаңда ел жанашыры Қасым ағамыз айтқандай, жер ана, анамызды сатпаймыз, жалдамаймыз. Жер жұмыс жасайтын Қазақстан халқына тегін берілсін. Себебі бұл мұра ата бабаларымыздан тегін қалған.